2.16 function expression туралы өтейік. Function expression JavaScriptте функцияны екі түрлі құруға болады. Міне бірінші мысал және екінші мысал. Айырмашылығы неде? Бірінші мысалда ең бірінші function деп жазады және функцияның атын береді. Жақша ашып, аргументтер керек болса, аргументтерді тізеді, одан кейін функцияның денесін жазып шығады. Екінші варианты, екінші нұсқасы әуелі айнымалыны құрады, жариялайды айнымалыны, және function деп жазғаннан кейін ат жазбайды. Function дейді, жақшаның ішіне керек болса аргумент береді, сосын функцияның денесін жазып шығады. Сөйтіп, екеуінің ортасына оператор присвоения, меншіктеу операторын қояды. Екеуінің айырмашылығы неде? Алдында мынандай var мен let'тің айырмашылығын көрсеттік қой. Мысалға function a дейік, function a-ның ішінде console log x дейік, console log x дейік, сосын let x тең 5 десек. Осылай a-ны шақырсақ қате шығады. Неге? X құрылмай жатып, шақырып жатырсын деп ше, мына жерде. Енді дәл соның орнында let емес, var'ды қолданайық. Var'ды қолданайық. A-ны қайтадан шақырайық. Undefined деп шықты, бірақ қате шыққан жоқ. Ол не деген сөз? Мына var x-ті мына қатарда уже көріп тұрды деген сөз. Не себепті көріп тұрды? Мен алдыңғы сабақтарда айтқан едім. Var деген нәрселерді JavaScript әуелі функция орындалмастан бұрын бас жағына тізіп алады, undefined қылып. Мысалға, осылай function a деп тұр ма? Демек, оны var x дегенді көрсе, мына жерге var x деп жазып алады. Var x деп жазып алады. JavaScriptте егер айнымалы жарияланса, бірақ мән берілмесе, ол уақытша undefined болып тұрады. Міне, мына код пен мына код екеуі бірдей. JavaScript var дегенді мына жерде көрді ма, ол маңдайшаға функцияның ең бірінші қатарына var x тең undefined деп жазып алады өзіне. Түсінікті? Енді тура сол сияқты JavaScriptте егер мынандай код жазылып тұрса, осылай жазылып тұрған болса, бұны мен function тест деп ішіне тік жіберейін. Function тест деп тік жіберейін. Сөйтейінді мына жерге say hi деп шақыр жіберейін бірден. Енді тест деген функцияны шақырамыз. Міне привет деген сөз бірден шықты. Түсінікті ме? Неге? Өйткені JavaScript мен тест шақырған кезде мына жерге келді, функцияның ішіне кірген кезде ол бағана var'ды іздеген сияқты, сонымен қатар function деген declaration'дарды іздейді. Мына жазғанымыз ол declaration, мына expression. Осы declaration'дерді әуелі бірінші орындап алады. Ол ең соңында тұру мүмкін, ең астында, ең үстінде айырмашылық жоқ. Әйтеуір бірінші осыларды орындап алады, function деп басылатын declaration'дарды. Енді тура осыны мынау арқылы жасайық. Expression арқылы жасайық. Мына жерді алайында, осылай қылайын. Өзгертем. Енді тестті шақырамыз. Қате шықты. Қандай қате шықты? Cannot access say hi before initialization. Say hi деген айнымалында инициализация ішіне андай бірдеңе енгізбей жатып, қолданып жатсың, олай болмайды дейді. Демек, одан не түсінеміз? Мынау declaration. JavaScript осы блокқа келген кезде, мына блокқа кірген кезде бірден орындап алады. Бірден ең төбесінде орындап алады, құрып алады. Ал мынау expression. Код орындалып, интерпретатор осы қатарға келген кезде ғана орындалады нәрсе, құрылатын нәрсе. Екеуінің айырмашылығы қашан функция құрылады, соның уақытында. Жақсы. Енді мына жерде бізде кітапта let деп жазып қойыпты. Негізі ақыры осылай выражение ретінде құрып атсаңыздар, функцияны ешқашан let қылмаңыздар, const қылыңыздар.
const болу керек. Неге? Себебі біздің функцияларымыз let болса перезапись үстінен жазылып кетуі мүмкін. Мысалға жаңағы жерде let say hi деп тұрған болса, мына жерде оны байқамай let say hi тең 5 деп өзгертіп жіберуге болады да. Так. Осылай. Енді тест деп шақырған кезде қате шықты. Say hi is not a function. Мына жерде say hi-ді функция деп ойлап тұр едік, бірақ біраз кодтан кейін басқа мән беріліп кетіпті. Ол уже функция емес, басқа нәрсе болып кетті. Сөйтіп is not a function деген қате шықты. Дәл қазір сіз ойлауыңыз мүмкін. Енді неге ақыл есі дұрыс адам мына жерге say hi деп жазып, мына жерге 5 деп бекітеді деп ше. Енді мен мысал үшін ғана осылай жазып жатырмын. Сіз үлкен командада жұмыс жасап жатқан болуыңыз мүмкін, және бір файлды бірнеше адам өзгертіп жатқан болуы мүмкін. Сөйтіп абайсызда басқа біреу тура сіздің функцияңызбен аты бірдей нәрсе құрып қоюы мүмкін. Мүмкін дәл сондай өзі де бір функция құрып қоюы мүмкін да. Сөйтіп өзгертіп жіберуі мүмкін. Солай болмас үшін let деп емес, әрдайым const деп құрасыздар функцияларды. Так, жақсы. Одан кейін өтірікте қою керек па дейді мына жерге. Керек емес. Функция қалбайке. Задача функция значитым. Жақсы. Function expression. Так, JavaScript'те функцияларды басқа функцияға аргумент ретінде беруге болады. Мысалға, function a деп құрайын. Оның ішіне жай ғана console log a деген жазу шықсын. Дәл солай b деп құрайын. b деп құрайын, ол b деген жазу шығарсын. Дәл солай s деп құрасылай. Сөйтіп s деген жазу шығарсын. Енді осы үшеуі бар. Менде енді const call all functions деген функция құрылсын. Оның ішіне әзірге мен func1, func2, func3 деп осылай бере салайын. Сөйтіп func1 дегенді шақырайын. Одан кейін 2-ні шақырайын. Одан кейін 3-ті шақырайын. Так, жақсы. Дұрыс па? Дұрыс емес па? Енді call all functions деп ішіне a, b, s-ны беріп жіберсем, дебаггердің ішіне орындалып кетті. Қараймыз, a, b, s деген шықты. Мен не істедім? Ойлы функцияларды құрдым. Сөйтіп басқа бір функция құрдым. Ол 3 аргумент қабылдайды. Және осы функцияны шақыратын кезде бағана дайындап болған a, b, s деген функцияларымды аргумент ретінде міне жерде беріп жібердім. Енді орындарын ауыстырып беріп жіберсе де болады. b, s, a деп. Енді ол жағы түсінікті деп ойлаймын. b, s, a деп ауысып шықты орындары. Жақсы. JavaScript'ің бұл негізі икемділігіне, артықшылығына жатады. Басқа да тілдерде бар, әрине бұл түлік. Просто JavaScript'те сонда әдемі мүмкіншілік бар деп айтып жатқаным ғой. Так. Енді не? Енді функция callback. Жарайды, бұған әзірге тоқтамай қойып, бұл өздеріңіз өтсеңіздер болады. Әзірге қатты бір қызық емес. Қорытынды
қорытындыға не деп айтып жатыр? Функция — это значение. Они могут быть присвоены, скопированы или объявлены в любом месте кода. Түсінікті. Функция дегеніміз ол мән, ол да бір объект. Оны бірдеңеге бекітеміз деп жатыр. Енді, если функция объявлена как отдельный срок, функция declaration мен функция function expression екеуінің айырмашылығын айтып жатыр. Перед function declaration обрабатывается перед выполнением ввода. Они видны во всем блоке. Функция, объявленная при помощи function expression, создается только когда поток выполнения достигает их. Я бағана айтып кеткен нәрселерін. Жақсы, әзірге осы. Келесі сабақта кездескенше.